Сәлеметсіздер ме, құрметті YouTube көрермендері. Бүгін біз сіздермен бірге көбелек жасаймыз. Көпшілік бұндай ұсақ түйектерге онша мән бере бермейді, бірақ бұндай ұсақ түйектер тортқа өте әдемілік береді. Мен көбелекті осылай қатыру керектігін, осылай ұшып бара жатқан сияқты қылып қалай қатыру керек екенін мен сіздерге қазір көрсететін боламын. Бізге осындай картон қағаз керек болады. Картон қағазды тура осылай мен жасап алдым. Бұған қазір көбелекті қойып қатыратын боламыз. Осындай картон қағаздан жасағандарыңыз дұрыс болады, өйткені бұны көпке дейін қолдануға болады. Мен міндетті түрде осы вырубканы пайдаланамын. Өзіңізге керекті бірнеше мастикаларды жайып аласыз. Жұқа қылып жайып алсаңыз, көбелектер өте әдемі болып шығады. Мына бұдан кейін бізге осындай теченкалар керек болады. Біз бұны қазір теченкамызды мастикаға орап, көбелектің арасына жабыстырамыз. Осылай дайындап аламыз. Енді көбелектерімізді орналастырамыз осылай. Мына менің жағып жатқан бұрыннан клей деп келе жатқаным бұл жай су. Өйткені пакнар мастикасы бұл сумен де жапса береді. Міне осылай арасына жабыстырамыз. Міне біздің көбелегіміз дайын. Бұны сіз бір күн қойып қоясыз. Бір күннен кейін бізде осындай көбелектеріміз дайын болады. Өте әдемі тортқа қоя берсеңіз болады. Бүгінгі көрсеткен видеоролигім сіздерге көмегін тигізген болса, маған тіркеліп, міндетті түрде подписаться етіп, лайк басуды ұмытпаңыздар.